Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Денеңізден шығатын жағымсыз иіс сізді жайсыз жағдайларға қалдырады. Оны кетірудің алдын алу үшін шығу себебін анықтап алыңыз. Жалпы жағымсыз иіс терлеудің нәтижесінде пайда болады. Себебі терлеу барысында бактерия көп бөлінеді де, нәтижесінде қолтықтан жағымсыз иіс шыға бастайды. Бұл видеода біз қолтықтағы жағымсыз иіс және одан құтылу жолдары туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қолтық не себепті терлейді деген сұраққа жауап беріп алайық. Ағзадан тер шығу бойдағы терді реттеуге қажет табиғи физиологиялық процесс болып табылады. Тер бездері адамның бүкіл денесінде, соның ішінде қолтықта да орналасқан. Дене температурасы көтерілген сәтте тер бездері сұйықтық, яғни тер бөле бастайды. Осы процесс арқылы тер денені салқындатуға көмектеседі. Қолтық асты әсіресе жазда спортпен шұғылданғанда физикалық белсенділік және стресс кезінде жиі терлейді. Егер денеден тер бөліну процесі нормаға сай болса, ол қалыпты жағдай. Ал егер шамадан тыс көп болса, онда ағзада ақаулар бар болуы мүмкін. Мұндай жағдай патологиялық болып саналады және гипергидроз деп аталады. Осындай патологиялық жағдайларда тер әсіресе қолтықта, алақанда немесе бүкіл денеде көптеп бөлінеді. Яғни адам белсенді жұмыс жасап, ештеңеге алаңдамаса да, ыстықтап спортпен шұғылданбаса да, денеден тер көп бөлінеді. Жалпы адам без жұмысын саналы түрде басқара алмайтындықтан ол денеден тердің бөлінуіне кедергі келтіре алмайды. Тершеңдіктің бірнеше себептері болуы мүмкін. Олар тұқым қуалаушылық, вегетативті жүйке жүйесінің жоғары белсенділігі, эндокриндік патологиялар, жүрек ритмінің бұзылуы, артық салмақ және зат алмасу процесінің бұзылуы, көп мөлшерде дәрі ішіп, салдарынан ағзаны улау, яғни дәрілік заттардың жанама әсерлері болуы мүмкін. Гипергидроздың нақты себебін анықтау мүмкін емес. Көбінесе ол тұқым қуалайды және адамдарда 20-30 жаста пайда бола бастайды. Созылмалы стресс, дұрыс тамақтанбау, гиподинамия сынды ағзаға салмақ түсіру тершеңдіктің негізгі себебі болып табылады. Тершеңдік сонымен бірге бездердің қызметін реттейтін вегетативті жүйке жүйесіндегі ақаулардан да болуы мүмкін. Бұған эндокриндік патологиялар, атап айтқанда инсулинге төзімділік, гипертиреоз да әсер етеді. Аритмия, тахикардия сынды кейбір жүрек қан тамырлары ауруларды гипергидрозға әкеп соқтырады. Шамадан тыс терлеудің себебі артық салмақ пен метаболизмнің бұзылуы, қатерлі және қатерлі емес ісіктердің де кейбір түрлерінің әсерінен болуы мүмкін. Сонымен қатар гипергидроздың белгілері көбінесе жасөспірім кезінде гормоналды өзгерістердің уақытында көрінеді. Қолтық терлеп, ондағы жағымсыз иістен арылу үшін не істеу керек? Егер қолтық жазда, күйзеліс кезінде немесе физикалық белсенділік уақытында терлесе, онда арнайы шаралар қолданудың қажеті жоқ. Ал егер керісінше көп қимылдаған жағдайда тершеңдік белгілері болса, онда маман кеңесіне жүгінген жөн. Сол сияқты кешкі және түнгі уақытта көп терлесеңіз, дәрігерге қаралған жөн. Себебі ол иммундық жүйенің бұзылуы немесе ағзада инфекцияның болуы, сондай-ақ онкологиялық аурулардың белгісі болуы мүмкін. Егер терлеген сәтте әлсіздік, бас айналу байқалса, онда бұл қандағы глюкозаның күрт төмендеуінің белгісі болуы мүмкін. Гипогликемия талып қалуға және диабеттік комаға әкелуі мүмкін. Сол сияқты тиреотоксикоз кезінде қалқанша безіндегі гормондар қанға жоғарғы дозада енуіне байланысты адамда тершеңдік пайда болуы мүмкін. Бұл симптом әйелдерде етеккір циклінің бұзылуына және климакстың келуіне ықпал етеді. Үй жағдайында тершеңдіктен қалай арылуға болады? Жаман әдеттерден арылу, темекі шегу, ішімдік ішуді қою. Қан айналымын тездетіп, дене температурасының жоғарылауына ықпал ететін ащы тағамдардан бас тарту. Жүйке жүйесінің бұзылуына жол бермеу, өз эмоцияңызды басқарып үйреніңіз. Кей жағдайларда антидепрессанттарды қабылдау қажет, алайда оларды дәрігерге тағайындаумен қабылдаңыз. Халықтық емдеу әдістерін қолданыңыз. Түймедақ, жалбыз және емен қабығының қайнатпаларын ішіңіз. Бұл шөптер бактерияға қарсы қасиеттерге ие және қолтықта жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды жоюға көмектеседі. Дезодоранттар мен антиперспиранттардың көмегімен де аталған мәселені шешуге болады. Гигиена сақтаңыз. Қолтығыңыз терлеген кезде ылғалды сулықпен артынан құрғақ сулықпен сүртіңіз. Күніне кем дегенде 1 рет душ қабылдаңыз. 2-3 сағат сайын қолтығыңызды сабынды сумен жуып тұрыңыз.
Бактериялармен күресіңіз. Бактериялар ылғалды жерде қатты өршейді. Сондықтан терлеген кезде құрғақ сүлгімен сүртуді ұмытпаңыз. Алдымен қолтығыңызды түктен тазартыңыз. Киіміңізді жиі ауыстырыңыз. Мейлінше киіміңізді басқа киімдерге араластырмай бөлек сабынмен жуған дұрыс. Су режимін сақтаңыз. Су өмір. Сіз бір тәулік түгілі 1 сағат сусыз жүре алмайсыз. Сондықтан күніне кем дегенде 6 стакан су ішуге әдеттеніңіз. Бұл қолтықтан шығатын жағымсыз иісті жоятын қасиетке ие. Себебі су ағзадағы улы токсин мен шлактарды сыртқа шығарып, мүмкіндігінше құрамы пробиотиктерге бай тағамды тұтыныңыз. Күніне 1 рет табиғи йогурт ішіңіз. Оған қоса жасыл түсті көкөністерді көбірек жеңіз. Ал майлы қуырылған тағамдарды, кофені шектегеніңіз жөн.